Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сабақтың тақырыбы өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау және тиімді пайдалану. Жануарлар дүниесін пайдаланған үшін төлемақы. Сабақтың мақсаты өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау және тиімді пайдалануды түсіндіру. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жануарлар дүниесін пайдаланған үшін төлемақы төлеу тәртібі туралы білімдерін қалыптастыру. Практика барысында теориялық білімдерін тереңдету. Күтілетін нәтиже өсімдіктерді және жануарларды қорғау шараларын талдай алады. Жануарлар дүниесін пайдаланған үшін төлемақыны анықтайды. Жер бетінде тек жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің 500 мыңға жуық түрі өседі. Өсімдіктер дүниесі нағыз тіршілік атауларының тірегі. Ол өлі табиғат пен тірі табиғат аралығындағы дәнекер, яғни органикалық емес заттарды адам мен хайуанаттар қабылдай алатындай етіп, бойына түрлі микроэлементтерді, витаминдерді және басқа тіршілік негізіне қажетті заттарды жинақтайды. Бүгінде адам баласы өзінің қажетіне өсімдіктің 2,5 мың түрін пайдаланатын болса, соның 1000-ға жуығы мәдени түрде өсірілетін өсімдіктер. Пайдалы деген жабайы өсімдіктерді практикалық маңызына қарай мынандай топтарға бөлуге болады. Бірінші, ағаш беретін сүректі өсімдіктер, отын, баға, тал, тіреу ағаштары материалдары, фанера тағы басқа. Екінші, өндіріс салалары мен медицинада түрлі заттар алу үшін пайдаланатын өсімдіктер. Үшінші, тағамдық заттар беретін өсімдіктер, консервілеуге. Төртінші, мал азығы ретінде пайдаланатын өсімдіктер. Бесінші, көгалдандыру мен безендіруді мақсатында және эрозиядан қорғау үшін пайдаланатын өсімдіктер. Алтыншы, өзіндік ерекшелігі мен қасиетіне байланысты комплекстік түрде пайдаланатын өсімдіктер. Өсімдіктерді қорғау шаралары бұл қорықтар ұйымдастыру, ұлттық парктар, бақтар ұйымдастыру, қызыл кітапқа енгізу, зерттеу, бақылау орталықтарын көптеп ашу, заңды түрде қорғау. Жануарлар дүниесі де биосфераның құрамдас бір бөлігі. Жануарлардың табиғатта және адам өмірінде маңызы зор. Олар табиғаттағы заттар мен энергия айналымында негізгі рөл атқарады. Қазіргі кезде жер бетінде жануарлардың 2 миллионнан астам түрі белгілі. Олардың ішінде тек жәндіктердің ғана 1 миллионға жуық түрі бар. Жануарларды зиянды және пайдалы деп тек салыстырмалы түрде ғана жеке топтарға бөледі. Бұл ғылыми тұрғыдан алғанда дұрыс емес. Өйткені табиғатта мүлде зиянды немесе мүлде пайдалы жануар жоқ. Табиғаттағы тіршілік тізбегінде олардың әрқайсының өз орны бар. Қазіргі кезде жануарлар түрлерінің азаюына негізінен антропогендік факторлар әсер етеді. Ондай факторларға шектен тыс аулау, тіршілік ететін орта жағдайларының өзгеруі, ретсіз жер сындыру, судың топырақтың ластануы және тағы басқа жатады. Жануарлар дүниесін пайдаланған үшін төлемақы. Жануарлар дүниесін пайдаланған үшін төлемақы жануарлар дүниесін арнайы пайдалану тәртібімен жануарлар дүниесін пайдаланған үшін алынады. Жануарлардың сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерінің пайдаланған үшін төлемақыны әрбір жекелеген жағдайда осы жануарлар табиғи ортадан алып қоюға рұқсат беру кезінде Қазақстан Республикасының үкіметі белгілейді. Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен жануарлар дүниесін арнайы пайдалануға құқық алған тұлғалар төлемақы төлеушілер болып табылады. Төлемақы төленбейді. Бірінші, жануарларды табиғи ортадан ғылыми зерттеу және шаруашылық мақсаттарында ен салу, сақина салу, қоныс аударту, қолдан өсіру және шағылыстыру мақсаттары үшін алып кейіннен табиғи ортаға жіберген кезде. Екінші, жеке және заңды тұлғалардың меншігі болып табылатын, қолдан өсірілген, әрі еріксіз және жартылай ерікті жағдайларда ұсталатын жануарлар дүниесі объектілерін пайдаланған кезде. Үшінші, жануарлар дүниесін қорғау, өсімі молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган балық ресурстарын және су жануарларының басқа да түрлерін пайдалануға арналған биологиялық негіздеу мақсатында балықтар мен басқа да су жануарларын бақылау үшін аулауды жүзеге асырған кезде.
Төртінші, халық денсаулығын сақтау, ауыл шаруашылығы және басқа да үй жануарларын аурулардан қорғау, қоршаған ортаға зиянды болғызбау, ауыл шаруашылығы қызметіне айтарлықтай залал келтіру қаупінің алдын алу мақсатында саны реттелуге жататын жануарлар түрлерін алып қойған кезде алынбайды. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган мен жергілікті атқарушы органдар 90 сайын есепті 90-нан кейінгі айдың 15 күнінен кешіктірмейтін мерзімде өзінің тұрған жеріндегі салық органдарына уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша төлемақы төлеушілер мен салық салу объектілері туралы мәліметтерді ұсынады. Төлемақы мөлшерлемелері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және осындай төлемақыны төлеу күніне қолданыста болатын еселенген АЕК мөлшерінде айқындалады. Төлеушілер төлемақы сомасын белгіленген мөлшерлемелерді және жануарлардың саны немесе салмағын негізге ала отырып есептейді. Назарларыңызды келесі видеоға аударуларыңызды сұраймын. Біздің жер шарымызға өсімдіктер не үшін қажет? Фотосинтез барысында өсімдіктерде қоректік заттар түзіліп, оттек бөлінеді. Ауаны көмірқышқыл газдан тазартады. Қоректік заттардың арасында өсімдіктер өсіп, дамиды. Өсімдіктер шөп қоректі жануарларға азық болады, ал шөп қоректі жануарлар жыртқыштардың азығы. Өсімдіктер жануарлар мекендейтін түрлі өсімдік қауымдастығын құрайды. Елді мекендердегі өсімдіктер шаң, зиянды заттарды тұтып қалып, ауаны ылғалдандырады, шуды азайтады. Сіздерге төмендегі тапсырмалар беріледі. Бірінші тапсырма: өсімдіктерді ашық топыраққа отырғызуды орындау. Жұмысты орындау тәртібі: бірінші, дайындық жұмыстарын орындау. Қазу, клумба бетін түсіру, гүлге өрнек салу, көшетті отырғызу алдында суару. Ашық топыраққа көшеттерді отырғызуды жүргізу. Көшеттерді отырғызғаннан кейін суару. Екінші, ашық топыраққа көшеттерді отырғызуды орындау. Көшеттерді бүрку, жәшіктен көшетті алу, тұқым жапырақтарын алып тастау. Өсімдіктерді ашық топыраққа отырғызу. Үшінші, отырғызылған көшеттерді күту. Төртінші, қорытынды жұмыстарын орындау. Бесінші, жұмысты тапсыру. Екінші тапсырма: Қазақстан Республикасының салық кодексінің 582 бабын негізге ала отырып, жануарлар дүниесін пайдаланған үшін төлемақы мөлшерлемелерін анықтап берілген кестені толтырыңыздар. Құрметті студенттер, берілген тапсырмаларды бағалау критерийлерін ескере отырып, Платонус платформасына жіберулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.